Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін острый баклажан деп аталатын көкөністерден жасалатын ащы салат түрін жасап көрсетемін. Қажетті мөлшерін, қажетті көкөніс түрлерін барлығын описаниеде қалдырамын. Салаттың атауы жазылған жерді бассаңыз, бүкіл қажетті ақпарат шығады. Видеода көрсетілгендей етіп, болгар бұрышын әдемі формаға келтіріп турап аламыз. Артынан пиязды осылай тілікшелерге бөліп, ірілеп турауымыз керек. Баклажанды ірілеп турап, оны 15-20 минутқа мұздай тұзды суға салып қою керек болады. Енді бірінші кезекте негізі баклажанды тураған дұрыс. Суға салып қойсаңыз, басқа көкөністерді турап болам дегенше баклажан дайын бола береді. Егер де сізге баклажанның қабығы ұнамайтын болса, оны ашып жасасаңыз да болады. Барлығы өз қалауыңыз бойынша, өз талғамыңызға сай. Егер де баклажан сортын танитын болсаңыз, мүмкіндігінше пістесіз, яғни семечкасы аз баклажан алған дұрыс. Және баклажанға өте үйлесімді кететін негізі бұл сарымсақ. Сарымсақты осылай майдалап турап, және ащы бұрыш турап саламыз. Енді бұл да өз қалауыңыз бойынша, егер де ащы жақсы көрмесеңіз, салмай қойсаңыз болады. Артынан қызанақты осылай үлкен ірілеп бөлшектерге бөліп, тілімшелерге бөліп турап аламыз. Қажетті көкөністердің барлығын турап болдық. Енді баклажанды судан сүзіп алып, осылай матаға салып, жақсылап басып суынан кептіру керек болады. Баклажанның үстіне кукуруз крахмалын сеуіп, жақсылап осылай видеода көрсетілгендей етіп, қолдың не қасықтың көмегінсіз табақтың өзінде шайқап, осылай араластырып, барлық жеріне крахмалды тигізу керек. Қызып тұрған көп мөлшердегі майға бірінші болып пиязды жартылай қуырып аламыз, яғни қатты жұмсақ, қатты емес болу керек. Артынан болгар бұрышын саламыз, оның артынан баклажанды салып, тура солай шала қуырып аламыз, яғни соңына дейін толық пісіп кетпеу керек. Баклажан толықтай пісу керек. Оны крахмал болғандықтан жиі араластырып қуырған дұрыс, сонда барлық жері қып-қызыл болып қуырылады. Дайын болған көкөністердің барлығын бір ыдысқа салып, үстінен 2 ас қасық соя құйып араластырып аламыз. Егер де тұзы жетпеген болса, дәміне қарай тұз қосасыз. Бұл салат барлық тағаммен үйлесіп, тәбетіңізді ашары сөзсіз. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалуды ұмытпаңыз.